Күні бүгінге Атырау облысы Жайық өзенінен келе жатқан тасқын суға қызу дайындық үстінде. Жоспарланған 500 шақырымның үстінде қорғау бекеттері мен дамбылардың негізгі бөлігі аяқталып, соның ішінде 250 шақырым бұл Атырау қаласының қорғау дамбылары. Бұл негізінен Жайық өзені және де солтүстік бағыттағы Соколок және Сарыөзек каналдарының бойында қорғау бағытта бөгеттері салынды. Тасқын суды тағы төтеп берудің бір тиімді тәсілдердің бірі бұл жайыққа кірген судың бәрі тезірек Каспий теңізіне құйып кетуін ұйымдастыру. Соған байланысты облыс әкімдігімен арнайы техникалар жұмылдырған болатын. Қазіргі таңда 5 бірлік техника жайықтың сағасында Каспийге құяр тұсында жұмыс жасап жатыр. Олардың мақсаты қазіргі таңда қалыптасқан 50 сантиметрлік тереңдікті 2 метрлік деңгейге жеткізіп, жайықтан ағатын, яғни Каспийге құятын судың қарқынын жылдамдату. Бұл жұмыстар басталғалы бері біздер бұл жылдамдық артқандығын байқап отырмыз. Соған байланысты да Атырау қаласына келген судың көрсеткіші едәуір өсіп отқан жоқ. Күніне 4-5 сантиметр деңгейін құрап отыр. Бұл жұмыстарды жалпы көлемі 10 шақырым түп тереңдету жұмыстары өткізуді жоспарладық. Қазіргі таңда 2 шақырымнан астам бұл жұмыстар аяқталды.